Ассалаумағалейкум бауырым. Егер үйленгеннен кейін сенде отбасыңда бір жылдан асқан кезде бала болмаса, бір жыл болсын, 3 жыл болсын, 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, бала болмай жатыр ма? Ол бекерден бекер емес. Бұл жерде бедеуліктің белгісі бар. Өйткені бізде бала бақыт, өйткені бала болмаса ұрыс керіс, жанұяның ажырасуы осы жағдайға байланысты болады. Сол себепті айтарым, баланың болмау себебі еркекке байланысты ма, әйелге байланысты ма, бір соны анықтап алу керек. Әрине ол кезде дәрігерге көріну керек. Еркек болсаң, мысалы дәрігерге урологқа барып қараласың. Урологқа қаралған кезде сенің ұрығыңды, ауруларыңды бар жоқтығын тексереді. Ұрықтың әлсіздігі байқалатын болса, ол неге байланысты әлсіреп жатыр? Ары қарай уже терең қазбалап тексеру керек. Соған байланысты еркектің бедеулігі әрине еркекке қадалып жүрегіне қадалған оқ сияқты да. Ол біреудің осы бедеулігі жеңіл шешіліп кетуі мүмкін. Бір дәріден шешіліп кетуі мүмкін. Біреудікі бір оңай шешілмеуі мүмкін, ұзақ жылдар бойы кетуі мүмкін. Емі уақыт ұзаруы мүмкін, біраз қаражат кетуі мүмкін. Соған байланысты егер де сенің бойыңда сперманың төмендеуі байқалатын болса, міндетті түрде келіп қаралу керек, тексеру керек. Ары қарай одан сайын мына жұмыртқаның болмаса функциясы тоқтап қалмағанша міндетті түрде алдын ала алу керек. Бір кішкене нәрсені емдеу оңай, ұзақ кететін болса, әрине қиын, біраз қаражат талап етеді. Соған байланысты бүгінгі видеомды көріп отқан болсаң, егер сенде проблема болатын болса, осы міндетті түрде астындағы подробный батырмасын басып, менің консультацияма келе аласың. Жазылу үшін астындағы анкетаны толтырып, өзіндегі ақпараттармен біздің менеджерлер сізбен хабарласып, приемға тіркейтін болады. Олай болса, досым, сені приемда күтетін боламын.